Осы видеода жасына қарай пенсияның есептелуін нақты мысалмен барлық формулаларымен от-ойды көрсетемін. Видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп алыңыз. Жасына қарай зейнетақыны есептеу үшін қажет құжаттар: еңбек кітапшасы, оқыған болса дипломы және қандай да бір мамандық алған растайтын куәліктері, зейнетақы аударымдарының выпискасы және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының выпискасы. Сондай-ақ әйел адамдар үшін балаларының туу туралы куәліктері, ал ер адамдар үшін әскери билеті. Ең алдымен құжаттары бойынша оқыған, жұмыс жасаған жылдарын жазып аламыз. Мінекей мына кісіде дипломында 1 қыркүйек 82 жылдан 3 мамыр 83-ке дейін оқыған. Осы уақытты дәптерге жазып аламыз. Әрі қарай еңбек кітапшасын қараймыз. Еңбек кітапшасында да міне жаңағы оққан жылдары жазылып тұр. Зачислен, отчислен деп. Әрі қарай келесі 3-ші жазбада принят деп тұр. Яғни жұмысқа қабылданған уақыты 1 тамыз 83 жылы жұмысқа қабылданған. Енді келесі бетті қараймыз. Бұл жерде 4-ші жазбада уволен дейді, яғни жұмыстан шыққан уақыты тұр, 30-ы 10 ай 85 жыл. Осыны да дәптерге жазып қоямыз. Енді келесі 5-ші жазбада принят дейді, яғни кезекті жұмысқа қабылданған уақыты және уволен деп шыққан уақыт жазылып тұр. Осы принят пен уволен деген аралықтың барлығын дәптерге жазып отырамыз. Мінекей мына жерде де 88 жылы принято, 90 жылы уволена. Әрі қарай 96-ның мартында принят, 96-ның 6 айында уволен деп тұр. Осы жерде ескеретін бір жайт: егер бір жұмыстан бір жұмысқа ауысқан болса, переведен деп тұрады. Ондай жерді біздер жазбаймыз, тек принят пен уволеннің арасын жазып отырамыз. Еңбек кітапшасынан тек 31 желтоқсан 97 жылға дейінгі жазбаларды ғана аламыз. Егер 97-тен әрі қарай да жұмыс жасаған болса, біз оны есепке алмаймыз. 31 желтоқсан 97 жылмен аяқтаймыз. Енді әйел адамдарда балаларының туу туралы куәліктері бойынша туған күндерін жазып аламыз. Мінекей дипломы бойынша оқыған жылдарын жазып алдық. Еңбек кітапшасы бойынша жаңағы жұмысқа кірген шыққан уақыттарын аралығын бәрін жазып алдық. Және мынау 2 баласын туған күн 91 жылы және 93 жылы бала дүниеге келген. Енді әр бала үшін заң бойынша 3 жыл декрет саналады. Бірінші баласын 91 жылы босанған, 94 жылдың апреліне дейін декрет уақыты негізі саналады. Бірақ бұл кісінің екінші баласы 93 жылы дүниеге келген. Сондықтан мына бірінші баланың уақыты, декрет уақыты, мына екінші баласы дүниеге келген кезде аяқталады. Яғни, міне 21-7 ай 93-те екінші баласы дүниеге келсе, бірінші баланың декрет уақыты 20-сы 07 ай 93-те аяқталады. Осыған дейін бірінші баланың декрет уақыты саналады. Енді екінші баланың 93 жылы босанды, 96-ның 7 айына дейін декрет саналады. Бірақ бұл кісі 96 жылдың 3 айында міне жұмысқа кірді. Осыған мұқият боламыз. Бұл кісі жұмысқа кірген уақытта мына баланың да декрет уақыты тоқтайды. Яғни 16-сы күні жұмысқа кірсе, 15 март 96-да екінші баланың декрет уақыты аяқталады. Мінекей бұл кісінің балдарына осы уақыт аралығында декрет уақыты тоже есептеледі. Енді әрі қарай бұның бәрін біздер калькуляторға саламыз. Гуглға осылай стаж калькулятор деп жазғанда калькулятор по счету трудового стажа деп шығады. Осыған кіреміз. Мінекей осындай кесте шығады. Осы жерге жаңағы дәптерге жазып алған барлық уақыттарды жазамыз. Яғни 01-09-1982 жаңа оқуға түскен жылы и аяқталған жылы 03-05-1983. Келесі жұмысқа кірген уақыт 01-08-83 1983. Жұмыстан шыққан уақыты 30-10 ай 1985. Осылай барлық баласының туған декрет уақытын барлығын осылай жазып шығамыз. Неге барлығын осылай жазып шықтық, енді мына жерде рассчитать деген көк кнопка бар, соны басқанда бізге есептеп шығарып береді. Мінекей. Яғни бұл кісінің 98 жылға дейінгі стажы 10 жыл 2 ай 10 күн екен. Осыны жазып аламыз. Мінекей барлық 98-ге дейінгі стажы жаңа калькулятормен есептегеніміз 10 жыл 2 ай болды. Осыны енді айға айналдырамыз. 10 жыл дегеніміз 10 жылды 12 айға көбейткенде 120 ай, оған 2 айды қосамыз, сонда барлығы 122 ай болды. Енді біз қазір бұны формулаға салып есептейміз.
біз стаж бойынша стаждың коэффициентін, яғни коэффициент трудового стажа дегенді есептейміз. КТС қысқаша коэффициент трудового стажа. Бұл коэффициент стажды бөлеміз. Әйел адамдар болса 240-қа бөлеміз. Әйел. Ер адам болса 300-ге бөлеміз. Енді біздің жағдайымызда бұл әйел адам, бұл кісінің еңбек өтілі 122 ай. КТС тең 122-ні бөлеміз 240-қа әйел адам. Ер адам болса 300-ге бөлеміз тең. 122-ні 240-қа бөлгенде 0,5 шықты. Яғни бұл кісінің еңбек өтілінің коэффициенті 0,5 болды. Осы коэффициент пенсияға өте қатты әсер етеді. Ана коэффициент неғұрлым көп болса, пенсия көп шығады, аз болса аз шығады. Бұл кісіде енді орташа шығып тұр. Енді біздер КСМД-ны табамыз, яғни коэффициент среднемесячного дохода. Орташа табыстың коэффициентін табамыз. Ол 98-ден бері қарайғы 3 жылдың, яғни 36 айдың табысы бойынша есептеледі. 3 жылдың табысын қарау үшін бізге осындай пенсионның аударымдардың выпискасы керек. Бұл выписканы ЮГОВтан немесе Каспи приложениеден алсақ болады. Мінекей соңғы графада мерзімі деп тұр. Осы мерзімге қарай 3 жылды аламыз. Мына жерде суммасы тұр. Осы сумма ең көп түскен аралықты аламыз. Енді бас жағында аздау болады. Мына соңғы уақыттарды және ортаңғы жақтарынан қарап, мінекей 19 мың, 29 мыңнан ай сайын түскен. Осыған қарап 3 жылдың, яғни 36 айдың. Ол 36 ай толық болмауы да мүмкін, бірақ қатарынан тұрған болу керек. Мысалға, мен соңғы уақытты жақсы түскен болып, соңғы уақытты алатын болсақ, ең соңғы рет 2026-ның 3-ші айында түскен. Яғни біз 2023 жылдың 4-ші айы мен 2026-ның 3-ші айының арасын қараймыз. Мінекей 2023-дің 4-ші айынан 14.542, 18.330 деп осының бәрін қосып есептеп қараймыз. Мүмкін бұл жерде толық 36 ай болмауы мүмкін. Мысалға арасында кейбір айларда, кейбір жылда түспеген болуы мүмкін, бірақ сонда 36 ай шығу шарт емес, 36 айдың аралығын қараймыз. Мүмкін соңғы уақытта емес, одан алдыңғы уақыттарда жақсы түскен болуы мүмкін. Соның бәрін мұқият қарап, ең жақсы зейнетақы жарналары түскен 36 айды есептеп аламыз. Осы жерде айта кетейін, мына кодына міндетті түрде қараймыз. КНП деп тұр, код 010. Осы 010 деген код болу керек. Кейбір жерде 011 деген болса, олар саналмайды. Мысалға, биржада жұмыс істеп, сол биржа уақытында тапқан табыс болса, ол есептелмейді. 2023 жылдың 4-ші айы мен 2026 жылдың 3-ші айын аралығындағы барлық зейнетақы аударымдарын қосқанда 698.046 болды. Енді орташа табысты табу үшін осыны 10-ға көбейтеміз, себебі жалақысын табу керек, табысын табу керек. Яғни табысы, зейнетақы аударымы ол табыстың 10%, сондықтан табысты табу үшін осы зейнетақы аударымын 10-ға көбейтеміз және 36 айға бөліп тастаймыз орташа табысты табу үшін. Сонда бұл кісінің орташа табысы 193.901 теңге болды. Енді осы суммамен біз табыстың коэффициентін табамыз. КСМД деген коэффициент среднемесячного дохода, орташа табыстың коэффициенті. Оны табу үшін біз мына СМД-ны, яғни орташа табысты 0,6-ға көбейтеміз. Осы формуланы жазып алыңыздар. КСМД тең СМД көбейту 0,6. Яғни мына СМД-ны көбейтеміз 0,6-ға, сонда 116.340 коэффициент шықты, табыстың коэффициенті. Жасына қарайғы пенсия, яғни по возрасту пенсияның формуласы КТС көбейту КСМД, яғни стаждың коэффициенті және табыстың коэффициенті. Осы екеуінің көбейткенде біздің жасына қарайғы пенсиямыз шығады. Біздің жағдайымызда табыстың коэффициенті 116.340 болды, стаждың коэффициенті 0,5 болды. Осы екеуін көбейткенде 58.170 теңге жасына қарайғы пенсия бұл кісіге шығады. Енді осы формулаларды жазып алыңыздар. Яғни бізге коэффициентті табу үшін стажда әйел адам жағдайында 240-қа, ер адам жағдайында 300-ге бөлеміз. Сонда коэффициент шығады. Одан кейін 36 айдың табысын тауып аламыз, орташа табысын, яғни барлық пенсионка аударымдарын қосып 10-ға көбейтіп 36-ға бөлеміз. Сонда орташа табыс шығады. Осы орташа табыстан коэффициентті табамыз, ол үшін орташа табысты 0,6-ға көбейтеміз және пенсияны табу үшін 2 коэффициентті көбейтеміз. Енді осы жерде ескеретін бір жағдай бар. Әр жылдың өзінің көрсеткіштері бар. Минимальный, максимальный көрсеткіштері бар. Ең төменге, ең жоғарғы.
Биылғы 2026 жылдың ең төменгі көрсеткіші, яғни минимальный расчет бойынша 69.049, ал максимальный 237.875. Бұл орташа табыстың ең төменгі және ең жоғары көрсеткіші. Мына СМД-ны тапқан кезде, мына 69.049-дан аз шығатын болса, онда біз осымен есептейміз. Яғни мына СМД тапқан кезде, мына жерде 69.049-дан аз, мысалы 50.000 шығып қалса, біз ол 50.000-ді мына формулаға салып отырмаймыз. Бірден 69.049-ды мына коэффициентке көбейтіп жібереміз. Яғни мына КСМД-ның орнына бірден минимальный көрсеткішті 69.049-ды қойып жібереміз. Егер мына жердегі шыққан санды мына формулаға салған кезде, яғни 0,6-ға көбейткенде, мына жерде де 69.049-дан аз шығатын болса, мысалға мына жерде 100.000 шықты, 100.000-ді 0,6-ға көбейткенде қанша 60.000 шығатын болса, яғни мына 69.000-дан аз болып қалды. Ол кезде де біз 69.049-ды қоямыз мына жерге. Яғни мына жерде 69.049-дан аз сан шығып тұрмау керек. Егер аз сан шықса, сол 69.049-бен есептей береміз. Сондай-ақ максимальный көрсеткіш бар 237.875. Яғни мына жерде 237.875-тен көп сан шығатын болса, мысалы 250.000 шығатын болса, 300.000 шығатын болса, біз ол сумманы алмаймыз, 237.875-ті аламыз. Яғни біз мына формулаға, мына СМД-ның орнына 237.875-тен артық сан қоя алмаймыз. Егер мына жерде артық сан шықса, біз мына жерге 237.875-ті алып қоямыз. Яғни мына көрсеткіштерді өзіңізге жазып алыңыз. Осылайша жасына қарайғы пенсия есептеледі. Барлығы түсінікті, видео пайдалы болды деген ойдамын. Лайк басып, каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Осы видео 50 лайк, 100 оқырман жинаса, базовый пенсия мен жинақтық пенсияның есептелу жолын көрсетемін.